аппараттар бар ғой, иә. Батыс Қазақстан облысында. Ол жайында барлық ресми құзыретті органдармен тергеу жүріп жатыр. Тергеудің нәтижесі бойынша ол тергеуден қорғаныс министрлігі тыс қалған жоқ. Біздің әуе қорғанысымыз және әуе қорғанысымыздың әрқашанда біздің қарауымызда. Тергеудің қорытындысы бойынша, тергеудің нәтижесі бойынша қорытындыдан кейін егер керек болса қосымша іс-шаралар қабылдайтын боламыз. Дрондарды уже кеп құлай беруіне не себеп болды? Ол жерде не бар? Ол бүйтіп оны әр жайлы арандатудың қажеті жоқ. Арандату сұрағымыз қажеті жоқ. Және айта кететін, біз білуіміз керек. Ол жақта Батыс Қазақстан облысында Бөкей Ординский Бөкей Орда ауданында жаңа полигон, ұшақ сынақ полигондары бар екен, және ол тек қана боевой поле емес, оның және әуе кеңістігі де бар ол полигонның. Ресейдің полигоны. Одан кейін және де басқа да мүмкін ол техникалық ақаушыға сыртқа шығып кеткен болмаса, тағы да басқа шығар. Нақты айту қазір тергеу біткенше дұрыс емес деп ойлаймын. Жаңа Ресейдің полигоны ма? Иә, аренда. Әуе қорған жалпы сұрақ туындап жатыр да, сонда Қазақстанның әуе қорғанысында бір қандай да бір бақылау жоқ па деген. Иә, сол жерде неге ол қарап отқан, және де естеріңізге сала кетейік, біздің әуе қорғаныс күшіміз ортақ жүйемен орналасқан ОДК мемлекеттер. Жоқ, білесіз бе, олардың түспей ме сонда? Отырған себебі бір емес үшінші рет құлап жатыр, сол жерге құлап жатыр да, халықты алаңдау бар. Неге ресми орган үнсіз отыр? Неге бірден реакция беріп түсіндіру жұмыстарын, хабарландыру жасамайсыздар, халық алаңдамаушы? Халықты алаңдамауға шақырамын. Нақты неге, не себептен ол жердегі құлағанын, ол ұшатын аппараттың тергеу қорытындысы бойынша шешім қабылданады. қашан белгілі болады шамамен? Ол менің қазір тергеу несі бойынша айта алмаймын қашан бітетінін. Сіздің министрлік айналысып жатыр ма, менде әртүрлі сала? Ресми құқығы бар органдар айналысып жатыр. Қорғаныс министрлігі тыс қалған жоқ. Қорғаныс министрлігіне жаңа ғимаратқа көшет деген керек болып жатыр деген ақпарат бар. Бұл қаншалықты рас? Не үшін